Сәлем баршаңызға. Қыс мезгілінің символдарының бірі ол мандарин. Мандариннен жасалынатын, өте керемет болып шығатын, тек қана 10 минутта қажет ететін, дәмі керемет, жұмсақ әрі нәзік болып шығатын осындай пирогтың рецептісін мен сіздермен бөліспекшімін. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар және видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен осындай құрғақ ыдысымызға 3 дана жұмыртқамызды салып, үстіне қантымызды салып, ақ көпірік болғанша, көлемі ұлғайғанша жақсылап миксермен шайқайтын боламыз. Осылай көлемі ұлғайып ағара бастағанда ерітілген сармайымызды ақырындап қоса бастаймыз. Жақсылап миксерлеп және де ұнымызға қосқышымызды қосып араластырып аламыз да осы сұйық массамызға біртіндеп 2-3 бөлікке бөліп ұнымызды салып араластырамыз. Біздің массамыз қатты сұйық, қатты қою емес, осындай болуы қажет. Және бізге 5-6 дана мандарин қажет болады. Оның сыртын ашып, дәл видеодан етіп, ортасынан осылай бөлеміз. Мандаринімізден кішкене қышқылдық дәм шығады, сондықтан біз оны қантымызға осылай салып алып, ыдысымызға орналастырамыз. Осы мандариніміздің үстіне сұйық массамызды осылай құйып шығамыз. Лопатканың көмегімен осылай жайып шығамыз қамырымызды және де столдың үстіне 1-2 рет осылай қағамыз және де 180 градуста 35 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз дайын болды, өте жұмсақ болып шықты. Пирогымызды осылай төңкеріп алып, ыдысынан бөлек аламыз. Осылай пергамент қағазында алып аламыз. Мінекей көрінісі өте әдемі болып шықты. Өте әдемі әрі дәмі тіл үйретіндей осындай керемет пирогты жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Бұл пирог өте жұмсақ әрі нәзік болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.